Баршаңызға сәлем. Бүгін біз құрамына ешқандай да разрыхлитель және де сода қосылмайтын, дәл осылай әдемі болып көтеріліп шығатын шарлотка әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: ең алдымен жұмыртқаны алып, осылай екіге бөліп, яғни ақ уызы мен сары уызын бөліп алатын боламыз. Келесі кезекте бір ыдысымызды алып, оған ақ уызымыздың барлығын салып аламыз да жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Ақ уызымыз біздің дәл осылай аппақ болып көпіргенінше осылай айналдыра беретін боламыз. Міне дәл осындай жағдайға келген кезінде миксерлеуді тоқтатамыз да оның үстінен қажетті мөлшерде қант салатын боламыз. Және оны да қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте дәл осы массаның үстінен жаңағы жұмыртқамыздың сары уыздарын біртіндеп салып араластырып аламыз. Енді осы массаның үстінен қажетті мөлшерде ұнымызды саламыз да миксердің көмегінсіз қолмен осылай лопаткамен жақсылап араластырып аламыз. Енді бізге салмасына осындай алма қажет болады. Алманың қабығын жақсылап аршып аламыз да майда кубиктерге бөліп алатын боламыз. Алманы дәл осылай екіге бөлеміз де ішіндегі керек емес заттарын алып тастайтын боламыз. Енді дайын болған массамыздың үстінен туралған алмаларымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді біз формамызды аламыз да осылай жан-жағына сары майымызды жағып шығатын боламыз. Енді біз дайын болған массамыздың барлығын ішіне салып аламыз. Келесі кезекте бізге бетін әсемдеу үшін бір алмамыз қажет болады және алманы алып, оның қабығын аршымаймыз, осылай ішіндегі керек емес заттарын тазалап аламыз. Ал енді алмаларымыздың барлығын дәл осы видеода көрсетілгендей етіп жіңішке қылып кесіп шығатын боламыз. Енді біз кесіп алған алмаларымыздың барлығын дайын тұрған пирогымыздың үстінен осылай гүл тәрізді етіп кезегімен қойып шығатын боламыз.
Міне барлық алмаларымызды дәл осылай орналастырып алатын боламыз. Енді біз шарлоткамызды 180 градуста қызып тұрған печкамызға салатын боламыз. Міне біздің шарлоткамыз дайын болды. Дәл осылай әдемі болып, ісініп пісіп шығады. Құрамына ешқандай да сода да разрыхлитель де қоспайтын боласыздар. Үй жағдайында дәл осылай оп-оңай 3 ғана ингредиенттен жасап көріңіздер. Өте әдемі және де дәмді болып шығатын дәл осы пирогты жасап көріңіздер. Егер де менің дәл осы видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып, мені қолдап кетіңіздер. Рахмет!